Баршаңызға сәлем. Үйдегі бар заттардан өте тойымды әрі берекелі болып келетін ерекше бір тәтті тағам дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 250 мг су құямыз, сосын бір жұмыртқа салып, бір шай қасықта тұз қосып, жақсылап араластырып отырып, қамыр илеп алатын боламыз. Мен осы рецептпен мол жасап жатырмын тағамды. Егер сіздер аздау жасайтын болсаңыздар, 250 мг емес, аздау су қосыңыздар. Енді осыны бір орташа қатылықта жұмсақтау етіп қамыр илеп алыңыздар. Неке қамырымыз дайын. Бірден осыны екі бөлікке бөліп, қазір қамырды демалуға, тындыруға қоятын боламыз. Қамырымызды тындырып қоямыз. Демін алып тынып тұрғанға дейін. Енді біз қазанымызды отқа қойып, оған 200-300 мг май құямыз да, етті және де көкөністерімізді пісіріп алатын боламыз. Етті мен осылай ірілеу етіп турап алдым. Енді осыған бір 2-3 штуктай сарымсақ, яғни чеснокты қосып жіберіп бірге қуырсаңыздар, енді керемет тәтті болып шығады. Сәбіз саламыз. Бір 3-4 штук сәбізді осылай кубиктеп турап, оған 40 қабат, яғни капуста мен пиязды бірге қосып саламыз да, бір ас қасықта тұз қосып жіберіп, жақсылап араластырып, енді осы қазанымыздың бетін жауып қойып пісіреміз. Сол кезде ет және де сәбіз, капуста жылдам пісіп шығатын болады. Мінекей бір 5-10 минутқа қалдырған соң, осын жақсылап араластырып жіберіп, кез келген томат пастасын немесе осындай салат қоссаңыздар да болады. Помидордың салатын қостым мен. Жақсылап араластырып, енді бір 2-3 минуттай қуырып жібереміз. Сосын оған су құямыз. Суды енді судың мөлшері осындай. Ет және де біздің көкөністеріміз батып тұру керек. Бір қайнап шыққан соң суды, оған картошкаларымызды саламыз. Енді осыны жақсылап пісіріп аламыз. Тынып демін алып тұрған қамырымызды жайып аламыз. Қамырды жұқа мантыға жайған секілді етіп, жұқа етіп жаямыз. Мінекей жұқа етіп жайылған қамырға біз пісте майды жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне бір тегісте тегізіп жайып шығыңыздар. Майды жағып алған соң, енді үстіне алдын ала турап алған осындай укропты бір тегісте етіп жайып шығамыз. Қаласаңыздар, укроптың орнына петрушка қолдансаңыздар да болады. Енді осыны шағын етіп кесіп шығыңыздар. Шағын етіп кесетін болсаңыздар, әдемілеу шығады, және де енді қатты ұзын болмай, осында әдем болып шығатын болады. Қанша шағын болса, сонша әдемі болып шығады. Мінекей мен орташа үлкендікте жасап шықтым. Осылай рулет орағандай етіп, осылай орап шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің отбасыма, балапандарыма өте қатты ұнады. Өте дәмді, тәтті тағамдардың бірі болады екен. Мінекей енді біздің етіміз, картошкамыз дайын пісіп тұр. Осыған барлығын бетіне бір тегісте етіп салып шығамыз. Бірін үстіне қоймаңыздар, тек қана жақындатсаңыздар да, бірақ үстіне қоймаңыздар. Осындай тығыздап салып шығамыз. Енді суыны қараңыздар. Мінекей су кішкене аздау болса, үстінен қайнаған су құюға болады. Мен қатты көп құйған жоқпын, осындай болып тұрды. Енді бетін жауып бір 25-20 минутқа пісіріп аламыз. Қамыр жұқа болғандықтан бұл жылдам пісіп шығады өзінің буына. Неке 25 минуттан кейін алып көріңіздер, қамыр піскендігін байқап. Біздің тағамымыз дайын, 25 минутта пісіп шықты. Қараңыздар. Қазір осыны сіздерге салып көрсететін боламын. Мінекей. Өте дәмді болып шығады. Дәм енді ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің
тағамның майына және де буына піскендіктен әрі қамырға май жағылды. И укроптың дәмімен енді ерекше бір тәтті тағам. Ол үшін сіздер өздеріңіз жасап көрулеріңіз керек. Мінекей. Ал рецепт бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Қазақша каналдың ары қарай дамуы үшін өз үлестеріңізді қосып, каналыма подписация жасап, егер видео ұнаған болса, достарыңызбен, жақындарыңызбен, басқа да әлеуметтік желілерде таратып бөлісе отырыңыздар. Ас болсын.